Сәлеметсіздер ме? Біз бүгін соңғы бөлімді бастаймыз. Демалыс мәдениеті, мерекелер жайлы айтамыз. Сегодня, ребята, мы с вами начинаем последний раздел, где будем говорить про культуру отдыха и праздники. Бірінші сабақ. Демалыс мәдениеті, культура отдыха. Оқы қайтала. Мәдени саяхат. Сыпайылық сақта. Көңілді. Жаңа сөздер. Мәдени саяхат, культурное путешествие. Көңілді, веселый, веселая, веселое, веселые. Сыпайылық сақта, соблюдай вежливость. Қатты сөйлеме, громко не разговаривай. Мәтінді оқы, Әлібектің сыныбын сипаттайтын сөздерді тап. Надо прочитать текст и найти слова, которые описывают класс Алибека. Біз сыныппен саяхатқа шығамыз. Мы с классом выезжаем в культурное путешествие. Демалыста мұражайға, театрға, саябақтарға барамыз. На выходных мы ездим в театры, в музеи и парки. Біздің сынып көңілді. Наш класс веселый. Апай бізге мұражайда, театрда қатты сөйлемеңдер, қатты күлмеңдер, сыпайы болыңдар дейді. Учитель нам всегда говорит: в музее, в театре громко не разговаривайте, громко не смейтесь, будьте вежливыми. Біз тазалық сақтаймыз. Мы соблюдаем чистоту. Қоқыс тастамаймыз, не выкидываем мусор. Апай бізге жарайсыңдар дейді. Учитель нам всегда говорит: молодцы. Ал енді осы оқыған мәтіннен Әлібектің сыныбын сипаттайтын сөздерді табамыз. Қане ойланамыз. Сипаттайтын сөздер бізде қандай деген сұраққа жауап берді, немесе не істеді. Сонымен бірінші сөзіміз ол: Әлібектің сыныбы қандай? Көңілді, дұрыс. Тағы да олар не істейді? Тазалық сақтайды, қоқыс тастамайды. Жақсы. Әлібектің сыныбын сипаттайтын сөздерге сұрақ қойды. Теперь уже надо поставить вопросы к словам, которые описывает класс Алибека. Әлібектің сыныбы көңілді, оқушылар сыпайы, тазалық сақтайды, қоқыс тастамайды. Сонымен бірінші сөйлемде қандай сұрақ қоямыз? Әлібектің сыныбы қандай? Әлібектің сыныбы көңілді. Оқушылар қандай? Оқушылар сыпайы. Оқушылар не істейді? Тазалық сақтайды, қоқыс тастамайды. Суретті пайдаланып, сұраққа жауап береміз. Олар демалыс күндері қайда барады? Олар демалыс күні театрға, саябаққа, дүкенге барады. Дұрыс жауап қайсы? Олар демалыс күндері театрға, саябаққа барады. Сыпайылық ережесі. Бұл ережелерді балалар есімізге сақтап аламыз. Хорошенько запоминаем, ребята, данные правила. Бірінші ереже сәлемдесу. Здороваться. Қоштасу, прощаться. Үлкен кісілерге орын беру, уступать место старшим. Қатты сөйлемеу, громко не разговаривать. Қатты күлмеу, громко не смеяться. Дөрекі болмау, не быть грубым или же грубияном.